Осы аяттағы сөзді түсіндіре келе ғалымдар былай дейді: күпірлік еткендер сондай тәкаппар, өркөкірек еді дейді да, өздерін сондай үстем санап, өзгелерді менсінбейтіндей жүретін еді дейді да, солай. Жаббар бұл өмірде осылай жүрді дейді да. Ал арғы өмірде ше Аллахтың құзырына олар солай жүре ала ма дейді да. Сен осындай өмірде жаббар болдың, адамдардан өзіңді үстем санадың, анит болдың, осындай секілді қарсылық таныттың, қоғамның көзқарасына қарсы шығып, сол жүрген жерің теріс болатын болса, басқан жерін, біздің тілмен айтқан кезде, басқан жері шөп шықпайтын адам дейді ғой. Сондай адам, қарсы адам, сондай кінәзар адам болатын болсаң, жаратқан жаббар бұндай адам үшін ертең ақыретте не күтіп тұрғанын келесі аятта баяндайды да. Ол жерде оларға ірің аралас су беріледі дейді. Өте қорқынышты аят, құрметті жамағат. Тозақта сондай азап болады екен да, күйдіріліп, жанғанда терлері ісіп, іріңдеп, қан мен ірің араласып кетеді екен да. Сөйтіп оның бүкіл адамның бойы іріңге айналады дейді да. Сосын ондай адамдар ыстықтан, азаптан шөлдегенде сол бойынан аққан іріңдерді ішуге мәжбүр болады екен да. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, сол аятқа түсіндірме береді. Фаида шарибаху қата'a мa'аху дейді да. Оны ішкен кезде сол ірің дейді да, оның ішкі, біздің тілмен айтқан кезде, организм, мына ішек қарындары бар ғой, жарылып кетеді дейді да. Ішек қарындары жарылған кезде дейді, оның артынан шығып кетеді дейді да. Яхруджу мин дубури. Бұл өмірде, құрметті жамағат, елестетіп көріңізші, іріңді көрудің өзі жаман, жағымсыз болады, ал оны ішу одан да сорақы да. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисіне келеді: қиямет күні ең жеңіл азаптың өзі дейді, қайнаған отты жалаң табаныңмен басасын дейді. Оның ыстықтығы сонша дейді, әлгі оттың басыңнан миыңды қайнатып жібереді дейді басқан кезде. Бұл қияметтегі ең жеңіл азаптың өзі дейді. Ойлап көреді. Сен шоқты баспақ түгілі ұстаудың өзіне адам кәдімгідей қорқады. Бұл аят бізге не айтады білесіз бе? Бұл аят әрбір тәкаппар, өркөкірек, өзін үстем санап жүрген, мына өмірде дандайып жүрген адамның артында сондай тозақ болатын баяндап тұр да. Сен өмірде ондай болма деп тұр да Аллах Тағала. Өйткені ондай болатын адамдар үшін ар жақта осындай нәрсе бар. Сен оған лайықты болмасай пендем деп тұр да Аллах Тағала. Менің азабым бар ар жақта ондай адамдарға дайындап қойған. Сен сол азапқа түсіп кетуден сақтансай деп тұр да бұл өмірде. Ондай өркөкірек болма, тәкаппар болма, өзіңді ешкімнен үстем санама деп тұр да Аллах Тағала. Сен қарапайым бол деп. Өйткені тәкаппар адамдарға осындай азап бар деп Аллах Тағала арнайы аят түсіріп жіберіп қойған, ескертіп қойған. Міне мына аятты ескертіп маңдайшаңа жазып қойған.